Сәлем баршаңызға. Өмір сүрудің алғы шарты әр басқан қадамдарымыздың алдында әрбір ашылатын мүмкіндіктер атты есігімізді ашу алдында бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға тәуекел ету болса, батыл, шынайы түрде тәуекел ету үшін Алланы бірге таниық. Әл-Жаббар, Бойсындырушы, аса құдіретті, аса өктем, билік пен қуат иесі. Нені қаласа, соны кімге де болсын істете алады. Ол Алла, одан басқа Құдай жоқ. Ол патша, әрі аса қасиетті, бейбітшіл, аса сенімді, толық басқарушы, үстем, бойсындырушы. Осы көркем есімді таңертең және кешке 226 реттен қайталап жүрген жан, Алла қаласа қатыгездіктен, қиянаттан аман болады. Ал бұл есімді қайталауды әдетке айналдырған адам өз ерік-жігеріне қарсы еш нәрсе істемейді, әрі түрлі қиындықтардан қорғалады. Әл-Мутакаббир, Тәкаппар, аса жоғары, паң, ұлылық және биіктік иесі. Кім бұл көркем есімді зікір етіп жүрсе, халық арасында құрмет пен абыройға ие болады. Ал бұл есімді қиын іске кірісерден бұрын көп қайталаса, Алланың қалауымен ол ісі оңтайланады. Сондай-ақ бұл көркем есімді жүкті әйел толғатудан бұрын көп қайталаса, ізгі де ізетті ұрпақ туылады. Әл-Халиқ, Жаратушы, мақұлықтарын өз еркімен жаратады. Ол әр нәрсені көркем түрде жаратады. Ол Алла, жаратушы, жоқтан бар етуші, бейнелеуші көркем есімдер оған тән. Алланың осы бір көркем есімін 7 күн бойы күніне 100 мәртеден қайталап жүрсе, Алла оны түрлі бәле-жаладан қорғайды. Ал бұл есімді түнгі мезгілде ұзақ қайталауды дағдыға айналдырған жанның құрметі үшін Алланың қалауымен періштелер истиғфар айтып, яғни кешірім айтып, Раббысына сәжде жасайды. Әл-Бари, Жоқтан бар етуші, жаратушы, жаратқан мақұлықтарына әртүрлі пішін және бейне береді. Алла әрдайым жаратуда, жоқтан бар етуші иелеріңе тәубе етіңдер. Егер бала таба алмаған әйел 7 күн ораза ұстап, Әл-Халиқ, Әл-Бари, Әл-Мусауир, осы есімдерді 21 рет қайталап суға дем салып, аузын сол сумен ашып, шынайы ықыласпен жалғыз Алла тағалаға дұға етсе, оған жаратушы нәресте береді. Әл-Мусауир, Бейнелеуші, келбет беруші, өзінің қалауымен әрбір жаратқан нәрсесіне өзгеше келбет және әртүрлі пішін береді. Қаншама келбет жаратқан Алла тағалаға ешкім теңдесе алмайды. Ол Алла, жаратушы, жоқтан бар етуші, бейнелеуші, көркем есімдер оған тән. Алдыңғы көркем есімде айтылған шара осы есімге де қатысты. Әл-Ғаффар, Кешірімшіл, аса кешірімді, аса жарылқаушы, күнә және жаман істерді кешіруші. Бұл дүниеде құлдарының жамандықтарын жасырып, қияметте күнәләрін кешіріп, жарылқайды. Көктер мен жерлердің, әрі олардың арасындағылардың иесі, үстем һәм кешірімшіл. Кім осы әдемі есімді жұма намаздан кейін 100 рет қайталаса, оған Алла тағала ғафу етеді. Әл-Қахар, Өктем, шексіз қаһар иесі, өте үстем, қаһарлы, өзіне қарсыларды қатты азаппен қорлайды, өлтіреді, не болмаса көпшіліктің алдында беделін түсіреді. Оның жазасынан ешкім аман қалмайды. Дүние сәнін жақсы көретін пенде Алланың бұл есімін қайталап, оған мойынсынып жүрсе, Алла тағала ол адамның иманын күшейтеді. Алла әрбір нәрсенің жаратушысы, әрі ол жалғыз һәм өктем де,
Бұл есімді көп қайталау дүниелік таным санасын улаған адам үшін өте пайдалы. Сондай-ақ оның жүрегінде Аллаға деген махаббат нық орнайды. Сонымен бірге күнәға ұрынудан қорғанады. الوهاب Сый беруші. Өте жомарт, береген, адамдарды өз нығметтерімен ризықтандырады. Берем деген нәрсесін береді. Кімде-кім дұғада бұл есіммен Аллаға жалбарынса, ол ешқашан қайыршы болмайды. Кедейліктің тауқыметін тартқан пенде үшін осы есімді көп мәрте қайталағанның пайдасы зор. Болмаса, сәске намазының соңғы сәждесінде жатқанда 40 рет қайталаса жақсы. Ондай адамды Алла тағала иншалла таршылықтан құтқарады. Ал қандайда бір дұғаның, тілектің қабыл болуын қалаған жан үшін осы көркем есімді тілегін айтқан соң 7 мәрте қайталағаны, немесе үйінде не мешітте 3 мәрте сәжде жасап, сосын 2 қолын көтеріп осы көркем есімді 100 мәрте қайталау ұсынылады. Сонда Алла қаласа тілек қабыл болады. Мұқтаж кісі, тұтқынға түскен адам, немесе өз-өзін қамтамасыз ете алмай дәрменсіз болған жан осы көркем есімді 3 не 7 күн бойы түн ортасында 2 бас нәпіл намаз оқып, сосын осы көркем есімді 100 мәрте қайталайтын болса, иншалла Алла тағала оны мұқтаждықтан, тұтқыннан құтқарады. الرزاق Ризықтандырушы. Ризық тамақ беруші. Алуан түрлі ризықтарды жаратады, және сол ризықтармен мақлұқтарын ризықтандырады. Шындығында Алла, ол ризықтандырушы, күш-қуаттың иесі, мығым. Бұл көркем есімді таң намазынан кейін 10 рет қайталап, үйінің 4 бұрышына үрлесе, Алла қаласа оған ризықтың есігі айқара ашылады. Ал осы есімді көп рет қайталауды әдетке айналдырған жанға Алла тағала жеткілікті несібе береді. الفتاح Жеңуші, ашушы, жақсылық жасаушы, асқан мейірімінен құлдарына төгіп беріп жақсылық істейді. Шындықты әшкерелеп, өтірікті өрге асырмайды. Кімде-кім өзінің оң қолын кеудесіне қойып, Алла тағаланың бұл әдемі есімін таң намазынан кейін 70 рет қайталаса, жүрегі нұрланады, көңілі шаттанып, жай табады. Ал осы есімді көп қайталауды әдетке айналдырған пендеге нұр мен жеңіс жетеді. Осылайша көркем есімдермен дұға қылу туралы деректер өте көп. Бізде дұғамыздың қабыл болуы үшін Алланы терең танып, жақындау үшін әрине оның көркем есімдерімен танысуымыз, білісуіміз керек. Алланың көркем есімдерін дұғамызда, құлшылығымызда, өмірімізде қолдансақ, сол есімге лайықты түрде әрекет жасау өте маңызды. Дұғамыз орындалып, құлшылығымыз қабыл болсын десек, Алланың көркем есімдеріне лайықты болайық. Мысалы, Алланың мейірімді, рахымды деген есімдерін дұғамызға қосып, күнәларымызға кешірім тілесек, Алланың мейірім сипатынан үлгі алып, айналамызға нұрын шашып тұратын мейірімді болуға тырысайық. Әр есімнен үлгі алсақ, нұр үстіне нұр болмақ. Қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп жазылып алыңыз. Жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.